Туған жер – ол біздің алтын бесігіміз, кіндік қанымыз тамған жер, анамыз. Адамзатта екі ана болады. Жарық дүниеге әкелген анасы, және де осы дүниеде өз бауырында аунатып өсірген жер анасы, туған жері. Адам баласына туған жер, ел, атамекен, ата жұрт, отан деген ұғымдар жүрегіне жақын болады. Атамекен туған халқының, ұлтының мекен еткен ата-бабасының қоныс тепкен жері. Туған жер әр адамның дүние есігін ашып өмірге келген жері. Ал менің туған жерім Степногорск қаласы. Қуат береді, таласқа түссе жанмен ту. Мен Степногорск қаласында туылып өстім. Степногорск өзінің ерекше атмосферасымен, сұлулығымен, шағын көшелерімен ашық болатын жайлы және әдемі қала. Степногорск түнде де күндіз де ғажайып көрініс береді. Мен үшін менің қаламның маңызы өте зор. Себебі әрбір өткізген уақытым ерекше сезім қалдырады. Бір сөзге жинал дегені, көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жанмен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Степногорск пайда болғаны сонша үлкен болмаса да, қаншама тұрғындардың жүрегін жаулап алды. Бұл қалада тұрған мен үшін үлкен бақыт. Степногорскта қонақ үйлер, ескерткіш мүсіндер, мираж және горняк мәдениет үйлері, зәулім ғимараттар, көздің жауын алатын саябақтар бар. Степногорск өзінің тазалығымен және жайлылығымен танылған керемет қала. Мен өз қаламен мақтанып жүремін. Степногорск әрқашан менің жүрегімде. Шағын отан Степногорск. Қалған қазақтың көзінің мөлдірегені, көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жанмен ту, жан емес маған керегі.